Мен әйелімді, өзім және 3 еркек бірге екенімізді айтып берейін. Менің атым Айдос, әйеліммен бірге тұрғанымызға 6 жыл болды. Әйелім медбике, өзім бір байдың үйінде күзетші болып істеймін. Армияда десантный войскада болғанмын, бойым 1.90, содан болар, мені бірден жұмысқа алды. Байдың үйінде бір еректі бала болатыны анық, ақша қайдан келетіні жұмысы жоқ. Бірде үйінде ешкім жоқ, жолдастарын алып кеп, бір әйелді екенін көргенмін. Ол әйел сол жолдастарының бірінің әйелі екен. Оны арнайы шақыртыпты. Содан бәрі екенін көріп, менің де ойыма келді, әйелімді осылай топ болып итергім келгені. Bir күні үйленгенімізге 6 жыл толды. Балаларды ата-апасына апарып тастап, өзіміз атап өтпек болдық, кафеге бардық. Сол жерде мен сыра іштім, әйелім вино ішіп отырдық. Арғы столдан ер адамның күлкісі таныс естілді. Барып қарасам, Палчаным, оны көріп қуанып кеттім. Қасында 2 жолдасы отыр. Оларды өзіміз отырған столға шақырдым. Бәріміз 6 жылдықты атап өттік. Қалғаның үйде жалғастырайық деп барлығын үйге алып бардым. Үйге келіп 2 сағаттай отырдық. Әйелім вино мен коньяк араластырған соң тез масайып қалды. Менің қолымнан ұстап спальныйға апарды. Бөлмеге кіре сала, оның көйлегін айырып, емшектерін тістеп іге бастадым. Әйелім қозып, мен де қосып кеттім. Қатты ігіп бітірдім. Әйелімін жалаңаш жатқан денесін көріп, әлгі байдың баласы есіме түсіп кетті. Әйеліме жақындап, тағы итерсесің ба? Дедім. Иә, сенікі тұрды ма? Деді. Жоқ, аңаларды шақырайын дедім. Әйелім бір көзін жұмып тұрып, сен қарсы емессің ба? Деді. Тап бір мүше қалап тұрғандай, жоқ, сені бәріміз итереміз. Мойныма асылып, бірақ сен көбірек сікші деп, сайманымнан ұстап сипап. Жарайды деп шақырып келем деп шығып кеттім. Әйелім тырдай жалаңаш жатыр төсекте, үшеуі ас бөлімде отыр. Палчаным, әйелімді ігіп болдым ба, кел отыр, ішейік деді. Жігіттер, әйелімді итересіңдер ма дедім. Олар қуанып, олай қалжындамасай олай деді. Жүріңдер деп бөлмеге әкелдім. Әйелім бұрылып қарады. Палчаным бірден әйелімді сипап, сүйі бастады. Әйелім, қалғандарын шыға тұрындаршы, ұяламын деді. Шығып кеттік. Палчаным итере бастады. Палчаным әйелімді тоңқайтып itергенде әйелімнің өмірі естімеген ыңырсуын естідім. Сыртта тұрғанда әйелімнің жәлептерше дауысын естігенде қосып кеттім. Ерекше ләззат алып тұрдым. Bir кезде жан деп шақырды, ыңырсыған даусымен. Кірсем, Палчаным әйелімді төсекте басын шалқайтып, 2 аяғын көтеріп, итеріп жатыр екен. Әйелім мені көріп, сайманыңды берші дегендей болды. Шалқайып жатқан күйі, сайманымды аузына тығып жібердім. Сайманымды сорғанда енді айта алмайым, ыстық ауыз. Әйелімнің оңдай өнері барын білмедім. Палчаным итеріп болып, әйелімнің ыстық 2 әріпін жалай бастады. Әйелім жиырылып, Палчаның басын амына тығардай қолмен итеріп тұрып, дірілдегенде, ләззаттан айқайлап жатқанда, қатты қозып Палчанды итеріп, өзім іге бастадым. Қатты екпінмен итердім. Әйелімде әл жоқ айқайлауға, қозғаннан тыға бердім. Финиш бітірдім. Палчаным сайманын аузына тығып, қайта ігіп жатыр. Мен шетте тұрдым. Бұл жолы Палчан амына тықты, солқылдатып пық-пық деген дыбыспен ікті. Әйелімнен су ағып кеткен. Әл жоқ, Палчан бітірді. Сонымен біз жатын бөлмеден шығып, жуынып, шайынып отырдық. Мастық тарап кеткен. Палчанын досы менде итерин деген. Палчан бетін қайтарып тастады. Таң атып арақ шарабымызға заказ беріп алдыртып, ары қарай жалғастырдық. Әйелім ұйқыдан тұрып, мас қисаландап шығып келатыр. Маған қарамайды, үндемей жылап темекі шегіп отыр. Палчаным сезді, аудосына ымдап, жүр қайтайық деген үммен түсіндірді. Екеуі тұрып менімен дабайласып хабардамыз деп шығып кетті. Қалай есікті жаптым. Солай истерика. Әйелім, жаным кешірші, мен бұлай болады деп ойлаған жоқпын, ойын шығар деп қабылдадым. Мен сені сүйем, көзіне шөп салған емеспін. Мені сонда 6 жылдықта осылай құттықтап отырсын ба? Палчанны әктіріп, оңбаған деп арақ барлығын сындырды. Мен тоқташ, жан, сен тастамайым, түсінші. Мен осылай болғанын қаладым, сені басқа қырынан көргім келді, төсекте деп алдап сулап құшақтадым. Солай жаймен қолымды астына күн тимесіне тигіздім, ол кеудемнен итеріп қояды. Жаймен аяғын аштым да. Саған ұнайды ғой деп қолымды клиторына үйкедім, ол дірілдеп қойшы деді. Ұнайды ғой, сучка дедім да қолымды тесігіне кіргіздім. Ол ернін тістеп иығымнан ұстап, жан деп қояды. Қолмен ары-бері қозғап точкасынан үйкебедім. Дірілдегенде доқ ұрғандай шыңғырып жіберді, қолымды суырып. Лезде ауын 2 жаққа ашып күн тимесіне тілімді тигіздім.
Қысып сорғанда аяғы тартылып, іші дірілдеп, басымды жібермей, ыңырсып тағы деп, дірілдеп суы ағып жатты. Тіліммен біраз қысып, жалап, шыңғырттым. Сайманымды барынша тығып жібердім. Маған осылай ұнайды деп, бетінен шапалақпен ұрдым. Ол көзін жұмып алған, денемді ары сипап, бері сипап, бар күшімен тығып ішінде тұрып қалам. Ол деп ыңырсып, тықшы деп, бітірмеші деп, жалынды. Қатты ұрғанан қозып бітірдім, ол да бітірді, мен де ішіне бітірдім. Рахат деп, жаттық үстіне сұлық да, екі анарын кезек ұстап, мыжғыладым, ұйықтап кетіппіз, оянсақ жерде ас үйде жатырмыз. Екеумізде жуынып шайынып, шай қойып ішіп алдық, естен кетпес 6 жылдық болды деп күлдік. Содан соң ол Палчанды көрмедім, араласпай кеттік. Бұл ісім үшін ұяламын, қазір әйелім қасымда, бірақ сол кезде айтып ренжісіп қала береміз. Өз әйелінді басқаға салып беру, бұл тура надандық, менің ісімді қайталамаңыздар.